Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге тауық етін духовкада пісіретін боламыз. Туралған тауық етімізді маринадтап аламыз. Тауық етіне тұзымызды, бұрышымызды, қамыр пастасын, майонез, соя соусын құямыз және сұйық майданды құйып араластырамыз. Араластырып жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді көкөністерімізді турап дайындаймыз. Картоплымызды, сәбіз, пиязымызды турадық және оған тұз, бұрыш, сұйық майымызды құйып араластырамыз. Қағазға төселген формамызға